Еріншек ешбір жұмыс тындырмас, шөптің басын сындырмас. Еріншек бір етікші болыпты. Еріншек етікшінің 3 ешкісі болыпты. Күн суытып, қыс түскелі жатқанын көре тұра еріншек ешқандай қам жасамапты. Ешкілеріне азықтық жем шөп жинамапты. Бір түнде боран қар жауады. Жердің бетін ақ көрпе бүркеп қалыпты. Ешкілері бұрынғыдай өрістеп жайыла алмай, суық қарда бүрісіп, дірдектеп тұрады. Етікші керек десең сыртқа шығуға да ерініп, әйеліне бар көріп келші, ешкілерге не болып жатыр екен депті. Әйелі барып көріп келеді де, бір ешкі өліп қалыпты дейді. Сонда еріншек, малшы болған соң өлім жетім болады ғой деп жата беріпті. Ертеңіне еріншек ешкілерін көріп келуге әйелін тағы да жұмсайды. Тағы бір ешкі өліп жатыр деп келеді әйелі. Еріншек келесі жамбасына аунап түсіп, малшы болған соң өлетті дейді да қояды. 3-ші күні әйелін малды көріп кел деп тағы да жұмсайды. Әйелі жалғыз ешкінің қатып қалғанын айтып келеді. Сонда жалқау етікші, бәйбіше, біздің малдың өлімі осымен тыйылғанды шығар депті.